Қази Данабаев, тағылым, әңгіме. Әңгімені тыңдамас бұрын арнаға жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыз. Рахмет. Қасымжанның қауыт шаруасы болмағанымен, жолға шықса, жанығып жүру қанына сіңген әдет. Тамақтанып кет дегеннің шайынан шала шарпы ішу, шай ұсынған үйдің дастарханын басына бір тізерлей, шетінен ғана сындырып нанауыз тию, өзгеден гөрі өзіне де бір түрлі. Аттап өтетін арық емес, жаратылысынан қашып құтыла ала ма? Сірә, мұның түп төркіні себепсіз тыйын сылдырлатпайтын сараңдығында емес, жұрттың қонақжай көңіліне деген сенбестікке де қатыссыз. Жай қарапайымдылық. Жақын сырағанға елден ерекше бейнет тауып беру жігітке лайық па? Тіс, тыныш, үйдегі қонақтың мазасын аласың, деп ас үйде күйіп піскен шешесінің өмірін баласына айтқызбай-ақ, тірлігін тастап, мейман көңілін аулаған әкелердің де жайын ойлағандық. Онсыз да үргедек Қасымжан тағы бір тосын оқиғадан кейін не күлудің, не ренжудің ретін таппай екітай күйде жүр. Бірін бала кездессе түртпектеп, әрнеңені сұрауға құштар орынсыз ұшқалақтығынан десе, екінші жағынан баланың аты балада, өкпе бауырыңды қайтсын, айта салады, артынан күледі. Кезекті командировка еді. Самолеттан түсісімен әдетінше алып ұшып вокзалға жеткен. Келсе, мінгенде зулап, күтсең табандап қалатын пойыздың облыс орталығындағы сәулетті вокзалға сәлем беруіне табаны күректей 4 сағат бар. Темір жолмен іргелес автовокзалға да барып көлік қарастырған. Бұл жүретін бағытқа қоңыз жорғаласайшы, серттескендей серіппей қалыпты. Қайткенмен жаяулап жолға шықпайды, енді билет кассасы алдындағы ұзын-сонар кезекте тұрып ойлағаны осындағы досының үйі. Аты Шалабай. Кіндік қаны туған жер топырағына бір тамған құрдасы, отбасында отырған бір сәтте, сен бір адамға ұқсап, өткен-кеткенде соғып жүрсейші, бала кездегі бұқпа мінезің қалмапты әлі. Бұл үйде сені сыйлап жіберерлік дәулет табылады. Сүмеңдеп, қонақ үй сағалайтын кәсібіңді ғой, деп еді. Қатар өскен құлынның тепкені де май, Қасымжан көңіліне ауыр алған жоқ. Сүмеңдеді дегені, қияста жалғыз жүретіні рас қой. Нағыз өмір дастархан басында өтер болса, Қасымжан бұл өмірде бар жоғына күмәнді онда. Сыйлы деген қонақтар сыпайы әзілге шеберлік байқатып, қалғандары қиқылдап-шиқылдап жатқанда, мұның бетіне құрғанда күлкі көлеңкесі жүргізсейші. Жүгірмейді, сонысынан қысылып қымтырлама, әлде туа бітті мінез бе, әйтеуір отырыспаға жоғау, жоқ. Сол жолы да асығыс аттанған жігіт Шалабайдың жұтынып тұрған үй жиһаздарын көріп, әрі қонақжай көңілдеріне ығыланып, енді солай беттеген. Күн демалыс. Тысын шырша бұтағының суретіндей етіп, емен ағаштан қиюластыра қаптаған әшекейлі есіктің жақтаушасындағы қоңырау тетікті ұзақ басты. Табалдырықтан аттағанда көзіне түскені тосын жарықтан жыпырлай қашқан тарақанша бұрыш-бұрышқа безе жөнелген 3 бала. Қорыққаны, әлде қуанғаны белгісіз, қолдаяққа тұрмай, зір қаққан үшеуінің атын атап, түсін түстеп, әрең байырқалатты. Аман, есен, тұрсын. Бой үйреніскенше үйіртпектеп әңгімеге тартқан, Шалабайдың аузын көшіріп, бәріне бірде қолмен кигізген сияқты. Еріндері жел қаққан шүберектей жалбырап, сөйлер сөзге жорғадай. Жағасына қарай саптаса, қалған балалардың біреуі, біз сізді білеміз, деп көзімен белгісіз мағынаның көлеңкесі жүрді. Аннадағы ағасыз. Қайсы? Қасындағы інілері екі иығын жұлып жеп тұр. Біздің есікті салған кісі ме? Жоқ, бірде дәу қапшыққа ет салып арқалаған ағашы, сол шығар. Бірде мас болып келіп жылаған ағашы. Я саған, оны папам жұмыстан қуып жіберді дегені қайда? Ол арақ ішіп, баласының мамасын ұрған. Бұл аға... Қандай қылмысы барын үшеудің ересектеуі, Аманның аузынан естімекке ынтыққан Қасымжан қымсынудан да құралақан емес, еміне түскен. Бұл аға тоңазытқыштағы колбасаны жеді ғой? Қалғандары қол шапалақтап, мәз-мейрам. Қатықты да ішкен кісі. Таныдық, келді, алақай. Әй қойыңдар,
Бұл сөздің аузынан қалай шыққанын аңдамаған жігіт атаған тағамдарды түгеспегенмен шалабай мен әйеліне ортақтасқанын есіне салып бейжай қалды. Дұрыс таныдыңдар десе де, жанынан жарақат тауып аузына ине сұғып алғандай шымшымдаған сыздау бар. Жүрегінің түбінен құрдасына деген өкпесі кілкілдей көтеріліп, әреңдегенде өзін тежеді. Мәссаған, колбасасы несі? Тек тұрмай Есенге соқтықты. Сенің тісің неге қира-қира? Аңқиған Есен әкесінен аумаған еріндерін лезде сылп еткізіп жинасымен сыртынан алақанымен баса қойды. Папасына ұқсағаны ғой, деді тетелесіне арашаға келген Аман. Мұның не кінәсі бар дегендей ақтап, бірақ папам тіс салдырып алды. Неден? Неден екенін білетіндеріне күмәнді Қасымжан тым-тырыс отырғанша сөз суыртпақтаған. Темірден бе? Жоқ, алтыннан. Сақинасынан 4 тіс шығады екен. Доғдыр өтірік алдап, 3-ақ жасаған. Қазір жақсы. Несі жақсы? Тісі. Тісі жақсы да, күлгенде жылтырайды. Ертелі аядай ғана сүйде, киімде шешпестен, тікесінен тұрған бұл кішкене қожайындарды тыпырлата ертіп, төр бөлмеге өтті. Төрт қабырғаның байырғы тұрғындары әтірсінген ауа мен көз алдында ойнақшыған сәнді жиһаздар шығар. Әйтеуір жан баласы бас сұқпағандай адам иісі сезілмейді. Қасымжан аяқ суытпаққа көгілдір пүлішті төгілдіре жапқан жұмсақ диванға тәуекелдеп былқ еткен. Ізіндегі үшеу ұялас балапандардай ауыздарын ашып жан-жақтан жамырады. Кірлетесіз. Келгесін мамам ұрсады, бұл тек қонақтарға. Ендеше мен де қонақпын. Я деген, қонақтың подаркасы болады, көрсетші кәні. Мен подаркасы жоқ қонақпын. Жұрт баласы маңдайыңды қыршып алар. Шынымен шамданған Қасымжан да қасарса түсті. Сен онда папамның ауылынан шығарсың, олар сүйтеді. Ойпырмай, мыналар пойызға жеткенше саутамдығымды қалдырмас, аш құлақтан тыныш құлақ айтқандар болсын. Керенау көтеріліп, қасындағы столға қайта барып жайғасты. Тәжікелеспелік деген достық ниетпен жаймашуақ әңгімеге көшті. Мынау арада ішінде түрлі түсті балықтар ойнаған әдем аквариумдерің бар еді-ау. Папам тексеріп жатқан кісілер кеткесін қайта келемін деп конторына апарып қойды. Кішкентай Есен осын айтқанда сыңар аяқтап тұрып, оң жақ табанын қасып-қасып алды. Ол түгілі телевизорда сонда, үкіметтікі ғой. Тексергесін қайтадан. Гүл де жоқ, деп шағымданды әңгімені бастан аяқ түсінген ең кішкене Тұрсын. Әдемі-ау, әдемі. Папаларың қашан келеді? Бұл шыдамы таусылғаннан сағатына қарағыштаған. Қонаққа шақырған үй осы маңда ма? Түх, ол папамнан айлық алатын кісі емес пе? Белгісіз себеппен ашуланған Аман қабағын түйіп, ұртын томпайтуы мұң екен. Қалған екеуі қаздай тізіліп, соның артына тұра-тұра қалысты. Үлкенінің қос қолтығынан көздері жылтың-жылтың, шақырылмаған беймаза қонаққа наразылықтары. Қасымжанға қай жылдары Қойлауылдың төрінде асыр салып, күнде кешкілік аққабақтардың басын қуалай алыстан қара шалынар ма деп зыр жүгірген бала күндері елестегенде күрсініп қалды. Жоқ іздеген жолаушының да арсалаңдап алдынан шығу еді. Келген кісінің қолын қимылдатпастан ат шідерлеп жіберетін де өзі. Түн ортасы ауғанша көлденең көк аттының әңгімесін тыңдап, қилы-қилы қиялдарға шоматын. Кіммен дидарласса да таң атқанда қимай қоштасушы еді. Мына балалар. Айлық беретін папаларыңда ақша көп пе? Қасымжан осы сауалды қойған өз екендігіне күмәнданды. Даусы да қатқыл ма? Жоқ, күнде мамам нансаңнан алатын ақша жоқ дейді. Кішкене достарым, бұны да пендешілік ой биледі ме, әлде шынымен адалынан сөйлегенді дұрыс санады ма, ашығына көшті. Ақша столдың үстінде, аяқтың астында шашылып жатпайды. Ол костюмнің төс қалтасындағы сақтияында, не блокноттың ішінде қаттаулы болады. Үшеуі де қайдан біледі дегендей бір-біріне қарап таңданып қалды. Тек Аман ғана оңайлықпен берсер емес. Ол жұмысшыларға тарататын ақша ғой, сіз не бәрін айтып? Аманның жағдайын енді түсінген Қасымжан өзінің шаңма шеңберден шығып кеткенін кештеу ұғып, кетуге ыңғайланған. Шәй ішсеңіз, шекер анау шкафтың ішінде,
Майды білмеймін. Ортаншысы адам қарасын қимай тұрса керек. Бұл сөзге ақсіреу әлем ішінен жып-жылы сәуле көргендей әсерленген Қасымжан үстіндегі ауыр жүктің жартысынан құтылған жанша деді. Жүктің қалған бөлігін жүрегінің төменен төмен тұқырта тартқандай жай басып көшеге беттеген. Шындық деген осы, деді аялдамада, жан дүниесі шымшымдай күйзеліп. Осы шындық. Тіпті оған қас пен көзден, күн мен түннен жақын жалғандығың әкелі балаша аймаласып қалыпты ғой шіркін. Өзімнен тараған ұрпақ ертеңгі күні бетіме басып ұялтар ұрлығым көп пе өмірде? Қалайша, мүмкін бар шығар. Әй қайдам, әйтеуір көкіректе жаман ниетім жоқ еді ғой. Кім біліпті, пендеміз ғой. Жолаушы емес пе, вокзалға жетпей-ақ бары жердің қонақ үйіне орын болса жарар еді деген тілек тізгінін қалай ұстағанын білмейді. Бұрын қонаққа баруға менсінген қатарынан айбынушы еді, енді әр оттың басынан әке-шешесінің сырына қанық бүгінгідей балалар кездесуі мүмкін. Төгілген кекіл, не желбіреген тұлымшақ, үлбіреп тұрған тазалық. Ал олардың көзіне тура қарау үшін жігерден басқа жетіспес қаншама кем-кетігі бар. Қаншама. Сонан қаймығады енді. Соңы. Оқыған Жолтай Алтынай. Әңгімеден түйген өз ойыңызды комментарий бөліміне қалдыра кетіңіз. Рахмет.